Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сурет салам. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока буду рисовать. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте сначала познакомимся с новыми словами. Кімнің, чей, чья, чье. Сурет, рисунок, картина. Сурет салу, рисовать. Қағаз, бумага. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Кімнің, чей, чья, чье. Сурет, рисунок, картина. Сурет салу, рисовать. Қағаз, бумага. Ал енді балалар, мәтінді оқып аударайық. А теперь прочитаем и переведем текст. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Менің қарындаштарым бар. Мен әжемнің суретін саламын. Сен әкеңнің суретін саласың. Ол атасының суретін салады. Это бумага. Бумага белая. У меня есть карандаши. Я буду рисовать бабушку. Ты будешь рисовать папу. Он будет рисовать дедушку. Ал енді балалар, бұл кімнің суреті деген сұраққа жауап берейік. А теперь, ребята, будем отвечать на вопрос, это чей рисунок? Ребята, это рисунок дедушки. Как дедушка на казахском? Дедушка на казахском. Ата. Ответим на вопрос, бұл кімнің суреті. Здесь вопросительное слово у нас кімнің. Вместо него вставляем атаның. Бұл атаның суреті. Это у нас бабушка. Бабушка на казахском. Әже. Это рисунок бабушки будет на казахском. Бұл әженің суреті. Это у нас девочка. Девочка. Қыз. Бұл қыздың суреті. Тағы бір қайталап оқиық. Прочитаем еще раз. Бұл атаның суреті. Бұл әженің суреті. Бұл қыздың суреті. Ал енді бұл ненің суреті деген сұраққа жауап берейік. Это кролик. На казахском қоян. Опять же, убираем вопросительное слово ненің, вставляем қоянның. Бұл қоянның суреті. Это у нас медведь. Медведь аю. Бұл аюдың суреті. Это лев. Лев арыстан. Бұл арыстанның суреті. Тағы бір қайталап оқиық. Бұл қоянның суреті. Бұл аюдың суреті. Бұл арыстанның суреті. Ал енді балалар, сөйлемдерді толықтырып айтайық. Бұл сөйлемдерде жіктік жалғау жетіспейді.
В этих предложениях не хватает личных окончаний. Мы должны прочитать их, вставляя личные окончания. Первое. Мен сурет саламын. Я буду рисовать. Сен сурет саласың. Ты будешь рисовать. Сіз сурет саласыз. Вы будете рисовать. Ол сурет салады. Он либо она будет рисовать. Тағы бір қайталап оқиық. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Сіз сурет саласыз. Ол сурет салады. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.